Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, яғни математика сабағы. Тақырып: сүт тағамдары, есеп және мысалдар шығарамын. Мақсаты: көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Сабаққа кіріспес бұрын балалар, мен сендердің көңіл-күйлеріңді бір көтеріп алайын. Олай болса, мына өлең жолдарын менімен бірге қайталаңдар. Ал балалар, тұрайық, алақанды ұрайық, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Олай болса, сабақ үстелімізге жайғасып, сабағымызды бастайық. Балалар, біз есеп шығарған кезде қандай амалдарды қолданамыз? Дұрыс, қосу және азайту амалдарын қолданамыз. Олай болса, балалар, ары қаратай біз кітаппен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма: сүт өнімдерін жинап сал дейді. Сызықтармен қос дейді. Балалар, біздер сүт өнімдерін 4 түлік малдан аламыз. Ол яғни сиыр, қой, жылқы және түйе деп аталады. Сүт тағамдары адам денсаулығына өте пайдалы. Суретте көрсетілгендей, біз арбаға қосылғыштарды қосқан кезде қосындының мәні 6 санына тең болатын сүт өнімдерін сызық арқылы жинақтаймыз. Мысалы, айран. Суреттің төменгі бөлігіндегі есепке қарайық. 5 пен 1-дің қосындысы 6-ға тең болады. Демек, арбаға салуға болады деген сөз. Әрі қаратай балалар, өздерің орындап көріңдер. Екінші тапсырма: заттар әр топқа қандай белгісі бойынша жинақталған дейді. Бізге балалар 2 топ беріліп тұр. Бірінші топта ұн өнімдерінен жасалған тағамдар, екінші топта сүт өнімдері. Бізден Айсұлу сүт пен нанды қай топқа қосу керектігін сұрап отыр. Енді балалар, сүт пен нанды өз тобына сызық арқылы қосып, Айсұлуға көмектесіп жіберейік. Келесі тапсырма: 6 цифрын әдемі етіп бастырып жаз дейді. Келесі тапсырма: 6 санын қалай құруға болады дейді. Үйшіктің жоғарғы бөлігінде 6 саны берілген. Енді біз қызыл және көк дөңгелектерді есептеу арқылы 6 санын пайда болу жолын табуымыз керек. Мысалы, 5 пен 1-дің қосындысы 6 санын құрайды. Әрі қаратай балалар, өздерің есептеп көріңдер. Соңғы тапсырма: мысалдарды шығар және боя дейді. Бізге үй жануары сиырдың суретін берген. Сиырды бояу үшін есептерді шығарып, есеп мәніне сәйкес келетін түстер мен сандарды тауып, суретті әдемі етіп бояймыз. Тапсырмаларды орындап болсақ, саусақ белгілері арқылы өз-өзімізді бағалайық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.